күні бойы ораза ұстағаннан кейін ақшам намазының азаны айтылғанда біз ауыз ашар жасаймыз, ауызымызды ашамыз. Сол ауыз ашарды қалай істеген жақсы. Біріншіден, ауыз ашар уақыты келуінің алдын уақыт сол дұғалар қабыл болатын уақыт. Сол себепті жақсылап дұға жасаймыз. Дұғадан кейін мешіттің азаны айтылысыменен ауыз ашуды құрмамен бастаймыз. Бірінші құрма жейміз, құрмадан кейін су ішеміз. Осы құрма жеп су ішкеннен кейін басқа еш нәрсе жемегеніміз жөн. Өйткені біз күні бойы ештеңе жемедік. Бірден әр түрлі заттар жейтін болсақ, асқазанымызға ауырлық келеді. Сол себепті құрма жеп, артынан су ішіп, ақшам намазын оқуға кіреміз. Намаз оқып болғанша 10-15 минут уақыт өтеді. 10-15 минуттан кейін барып қана басқа заттарды жегеніміз жөн. Сол кезде біздің асқазанымызға ауырлық келмейді, асқазанымызды бұзып алудың қаупі азаяды. Рахмет.